саламатсыздар достар, біз сіздермен остеология, яғни сүйектер туралы ғылымды бастайтын боламыз. Барынша зер салып тыңдаңыздар, тез айтып өтуге тырысамын. Сонымен бүгінгі өтетін тақырыбым омыртқалар вертебра жайында. Адам денесінде омыртқа бағанасы 33-34 омыртқадан тұрады. Омыртқа бағанасы колумна вертебра. Ең бірінші ол бізде мойын омыртқасы. Оның саны 7, одан кейін 12 кеуде омыртқасы, 5 бел омыртқасы, 5-8 көз омыртқасы және құймышақ бөлімде 4-5 омыртқа бар. Омыртқалар мойыннан бастап белге дейін біртіндеп жуандай бастайды. Кейін бел омыртқасынан бастап құймышаққа дейін көлемі қайта кішірейе түседі. Ал енді көп созбастан омыртқалар жайында талдауымызды бастайық. Ең бірінші талдайтынымыз бұл мойын омыртқасы, яғни вертебра цервикалис. Соның ішінде ең бірінші мойын омыртқасы, яғни ауыз омыртқа деп те аталады, яғни атлас, ол басқа омыртқалардан өзіндік ерекшелігі бар. Сонымен ең бірінші бұл бізде туберкулум постериус атлантис, яғни артқы төмпешік. Бұл бізде екінші алдыңғы төмпешік туберкулум антериус. Ал үшінші бізде масса латералис атлантис, атланттың латералды жағы. Келесі бұл бізде аркус антериор атлантис, атланттың доғасы. Келесі мына бөлімі туберкулум антериус вертебрарум цервикалиум, яғни алдыңғы төмпешік. Ал мынау бізде омыртқаның, мойын омыртқасының артқы төмпешігі. Келесі жоғарыдан қарағанда көрінісі, бұл бізде бірінші туберкулум постериус атлантис, жаңа алдыңғы суретте айттым. Келесі бұл бізде мынау аркус постериор атлантис, артқы доғасы, мынау алдыңғы доғасы аркус антериор. Келесі бұл бізде сулькус артерия вертебралис, міне мына жер, себебі артерияның жүргесі өтеді, артерия өткендіктен сол жерде жүрге қалыптасқан. Келесі бұл бізде форамен трансверсум вертебрум цервикалис, яғни бұл жерде жаңағы миды қанмен қамтамасыз ететін вена және артерия қан тамырлары, сонымен қатар симпатикалық нервтер өтеді мына тесік арқылы. Келесі бұл бізде фацис артикулярис супериор атлантис, яғни атланттың беті болып, алдыңғы жоғарғы беті болып табылады. Мына жер бізде форамен вертебрали, яғни бұл омыртқа тесігі арқылы жұлындар өтеді. Бұл бізде атланттың жоғарыдан қарағандағы көрінісі. Енді келесі бұл бізде екіншісі аксис, біліктік омыртқа деп аталады. Екінші мойын омыртқа. Бұл бізде артынан және жоғарыдан қарағандағы көрінісі. Мынау бізде денс, яғни тіс деп аталады. Бұл апекс дентис, тістің ұшы. Мына бөлімі бұл бізде денс аксис, яғни біліктің тісі деп аталады. Келесі бұл бізде корпус вертебры, яғни омыртқаның денесі. Келесі мына жер тесік форамен вертебрали, жаңа алдыңғысында айттым. Келесі мына жер бізде процессус спинозус вертебра, яғни өсіндісі. Ал мынау бізде фацис артикулярис супериор атлантис. Ал келесі туберкулум антериус аксис. Ой, кешірім өтінемін, мына жер аксис. Туберкулум антериус аксис, яғни алдыңғы төмпешік. Мына жер бізде артқы төмпешік. Және мына жер форамен трансверсум вертебрарум цервикалис, мынау тесік, яғни жаңа қан тамырлар өтетін жер. Және ең соңғы бұл бізде ламина аркус вертебрали. Мына жер екі шеті, бүйірі, бұл ламина аркус вертебра деп аталынады. Бұл біліктік омыртқаның артынан және жоғарыдан қарағандағы көрінісі. Мынау бүйірінен және алдынан қарағандағы көрінісі біліктік омыртқаның. Сонымен бірінші бұл бізде фацис артикулярис антериор дентис, міне мына бөлік және мына бөлік. Мынау бүйірінен қарағандағы, мынау алдынан қарағандағы көрінісі. Келесі денс аксис, яғни тісшесі, міне мынау бөлік, мына бөлік. Келесі форамен трансверум вертебрум цервикалиум, міне мынау жерді қарасаңыздар, алдынан қарағанда бұл көрінбейді, ал бүйірінен қарағанда міне мына тесік. Және фацис артикулярис инфериор вертебра. Мына жерде біз фацис артикулярис антериор алдыңғысын айтсақ, мына жер супериор жоғарғысы, ал мына бөлімі бұл бізде төменгісі, яғни инфериор төменгі беті. Ал енді осы мойын омыртқалардың 6-шы мойын омыртқасын алып қарастырайық. Бұл ұйқы артериясы жанасып жататындықтан бұл жерде туберкулум каротикум деп аталатын төмпешік орналасқан. Қазір сіздерге алдыңғысында таныстырып өтем. Және де осы мойын омыртқада 7-ші мойын омыртқасы арқасының өсіндісі басқаларына қарағанда ұзын айқын білінетіндіктен вертебра проминенс деп аталынады. Ал бізде қазір суретте талдайын деп отырғанымыз бұл бізде 6-шы мойын омыртқа. Сонымен кеттік. Бірінші бұл бізде форамен трансверсариум, яғни бұл тесіктер, баға алдыңғы суреттерден бері айтып отырмыз.
жаңағы нервтер, қан тамырлары өтеді. Келесі бұл бізде процессус ункинатус, яғни 6-шы мойын омыртқаға тән. Келесі педикулус аркус вертебра, омыртқаның доғалық аяқшалары мына бөлім. Мына жер бізде туберкулум постериус, артқы төмпешік. Міне, артқы төмпешік. Ал мына жер бізде туберкулум каротикум, жаңағы ұйқы артериясы осы жерден өтетін болғандықтан, бұл жерде төмпешік туберкулум каротикум, ұйқы төмпешігі деп аталынады. Мынау бөліп бізде процессус спинозус, міне өсіндісі, мынау сіздерде бүйірінен қарағандағысы, яғни жанынан қарағанда, осы өсінді бізде процессус спинозус деп аталынады. Ал мына жерде біз ламина аркус вертебра, міне мынау және мына бөліктері. Және мынау жер бізде корпус вертебра, яғни омыртқаның денесі. Міне мына жерде алдыңғы бөлігі. Келесі бізде кеуде омыртқасы, вертебра торацика. Бұл бірінші бізде процессус трансверсус вертебра, яғни омыртқаның өсіндісі, көлденең өсіндісі. Бұл кеуде омыртқасында негізінен бірінші мен 9-шы омыртқаға дейін барлығында біркелкі болып келеді. 10-шы кеуде омыртқасы тек жоғарғысында ғана қабырғалық шұңқырша болады. Ал қалғандарында 2 шұңқыршадан болады, жоғарғы және төменгі қабырғалық шұңқыршалар болады. Омыртқаны талдауымызды бастайық. Мынау процессус трансверсус вертебра, көлденең өсіндісі, мынау процессус артикулярис супериор, буындық жоғарғы өсінді. Келесі бұл бізде фовея косталис процессус трансверсі, яғни осы жер бұл қабырғалық шұңқырша, бұған қабырғалар келіп жанасады, яғни қабырғаларды бекиді. Келесі процессус артикулярис инфериор, міне мына жақта жоғарғы өсіндісі болса, ал төменгі жағында төменгі өсіндісі бар. Мынау бізде корпус вертебра, денесі омыртқаның. Мына жер ламина аркус вертебра, міне мына бөлім. Келесі бізде фовея косталис инфериор, ал мынау бізде фовея косталис супериор. Осы жерге қабырғалар келіп жанасады. Осымен біздің кеуде омыртқасы туралы айтуымыз тәмам. Келесі бізде бұл вертебра лумбалис, бел омыртқасы. Бұл да басқа омыртқалар сияқты денесінен, яғни корпус вертебрадан тұрады. Міне мына жерден көруге болады. Бұл жоғарыдан қарағанда, мынау алдынан, ал мынау артынан қарағандағы көрінісі. Мына бөлімі бізде бұл процессус спинозус, яғни ұзын өсіндісі омыртқаның. Ал мына жер бізде форамен вертебра, яғни омыртқалық тесік жаңағы жұлын өтетін бөлімі. Бұл жерде басқа омыртқалардан ерекшелігі бел омыртқасында бұл жерде процессус мамиллярис, яғни емізікше тәрізді өсінді бар. Міне мына бөлімі. Бұл емізікше тәрізді өсінді бұлшықеттің бекуі нәтижесінде пайда болған. Одан кейінгі келесі өсінді, міне мына бір жерде, кішкентай жерде, міне мына бөліктегі бұл процессус аксессорис вертебра лумбалис деп аталынады. Осымен біздің омыртқалар жайында айтуымыз аяқталды. Келесі сабақты қараңыздар, ол жерде біз сегіз көз және құймышақ туралы айтатын боламыз. Келесі кездескенше.